Төлеутай Сқақұлы, тәуелсіз Қазақстанның алғашқы сыртқы істер министрі болдыңыз. 1994 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде өзінің тарихи баяндамасын жасағанда сыртқы істер министрі мәртебесі ретінде елбасының жанында болдыңыз ба? Және де сол кездегі халықаралық қауымдастықтың бұл баяндамаға көзқарасы қандай болды? Рахмет, сұрағыңыз өте сондай орнықты. Ол уақытта мен министр болдым, выступлениесін біз қарадық, келе жатқанда самолеттің үстінде. Ол апрель 94 жылы. Өте сондай идеяны өзі айтып, бізбен ақылдасып. Содан кейін сол Мәскеуге ұшып барып, Мәскеуде сол Ломоносов атындағы университетте кіріп, аудиторияда отырдық. Сол кісі келіп, бастап қазақтың студенттері болды, студенттері болды. Өте жақсы, көп енді ол уақытта жөнді оққан жоқ, жаңағы идеяны. Орыстар болсын, одан басқалар болсын, неге сен евразийский, ана мынау деп, қалай деп, тем более 94 жылы әлі тәуелсіздікті жөндеп, жаңағы іске асырғанымыз жоқ. Қарым-қатынас енді ұлғайта басталды. Ол уақытта 94 жылы біз бір 50 шақты мемлекеттермен біз уже араласып жаттық. ақш болсын, жаңағы Ресей болсын, Қытай болсын, одан басқа үлкен мемлекеттермен қарым-қатынастарды енді құрып ұлғайтайық деп жатқан уақыт болатын. Уақыт ол өте қиын болатын. Неге десеңіз, мынау экономика жағына барсақ, қиын жағдай болды. Инфляция деген, жұмыс жоқ, ақша жоқ, безработица бәр жерде. Халықтың бәрі жаңағы Қытайға барып, одан басқа мемлекеттерге барып, туршоп жасап, сонымен күн көріп жүрген нәрсе. Уақыт болған уақытта. Бірақ та біз өзіміздің саясатымызды жүргіздік, өзіміздің саясатымызды жақсылап жүргіздік. Президент конституция бойынша сыртқы саясатты құрып, сыртқы саясатты жүргізетін сол кісі. Ал енді біз министрлер, сыртқы істер министрлігі болсын, біз елшілер, министрлер болсын, жаңағы сол саясатты іске асыру. Сондықтан ол уақытта біз ептеп-септеп 15 мемлекеттерде елшілік аштық. Қазақстан елшіліктерін. 2 постоянный представительство аштық. Жаңағы Женевада, соң кейін Нью-Йоркта и 15 біздің жаңағы елшіліктерді аштық. Венгрия болсын, жаңағы Франция болсын, жаңағы Вашингтонда, Нью-Йоркта, Қытайда, Иранда, Пакистанда 15 мемлекетті. Оларға елшілерді жаңағы сайладық, елшілерді жібердік. Соң кейін байланыстарды жаңағы ұйымдастырып, танысып, жер жүзіне Қазақстан халқын, мемлекетті біздің қандай халық екенін бәрін таныстырдық. Бірақ та ең алдымен қиындау болды, білмейтін Қазақстан не екен, қай жер екен, қандай халық екен. Оның бәрін түсіндіру керек, оның бәрін айту керек, имиджді көтеру керек. Ол уақытта біз күні-түні жұмыс істейтінбіз, ауылда болмайтынбыз. Мәселе Алматыда неге десеңіз, анда шапқылап жүреміз, мында шапқылап жүреміз. Бір конференцияны нетпейміз, қатынаспай
ондай болған жоқ. Бәрі жаңағы недер қатынастық, бәр жерде сөйлейтінбіз. Президент Ресейге барды, Қытайға барды, оның бәрін біз дайындадық. ақш-қа барды, Египетке барды. Индия, Пакистан, одан басқа мемлекеттер жаңағы Италия, Испания, Польша, одан басқа мемлекеттерге барып қарым-қатынасты етіп, байланыстардың бәрін орындап, инвестиция керек болды бізге. Жас мемлекет инвестиция жоқ, инвестициясыз қалай енді. Мақсатымыз сол болды. Ең бірінші саясат сондай болды. Содан кейін мына ядерный қару, онымен де айналыстық, көп айналыстық. Қиын болды. Сол алып барысып, 3-4 жыл сонымен жүрдік. Оны әйтеуір, иншалла, неге Ресейге берілді. Пайдасы бізге түсті. Сөз алыстар бәрдер, жаңағы соглашениялар бар, договордар бар, бәрдеріне қол қойып. Нәтижесі жаңағы меморандум қол қойды ядерный мемлекеттер. Егер ядерный жаңағы соғыс болса, бізді жаңа қорғайды деген. Сол жаңағы меморандум қазірде де бізге өте жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Вот солай, қысқаша. Екінші сауалымызға көшсек, Еуразиялық экономикалық одақтың елімізге берер пайдасы қандай? Қазақстан үшін маңызын түсіндіре кетсеңіз. Бұны қазір енді осы үш мемлекет емес, жаңағы көп мемлекеттердің арасындағы суал. Бәрдері сұрастырып жатыр, жаңағы ақылдасып жатыр. Бұл не болады, бұл союз, бұл не құрам, қандай бізге пайдасы тиеді деп. Қазір әр адамның жаңағы аузында, тілінде осы мәселені талқылап жатыр. Мына газеттерде, телевизордарда біздің жаңағы президент болсын, премьер-министр болсын, министрлер болсын, бәрі осы жағдайды айтып жатыр. Біз ойлаймыз, түсінікті шығар, оның бәрі халыққа түсіндіру. Неге сен одан басқа неше түрлі жаңағы недер бар. Бұл пайдалы бола ма бізге, пайдалы болмай ма, керек па, керек емес па, біз ұтылып қаламыз ба, ұтылып қалмаймыз ба, біздің жаңағы тәуелсіздігіміз қандай болады, айырылып қаламыз ба, айырылып қалмаймыз ба, деп сондай сұрақтар, суалдар өте көп. Оған бәріне біздің жаңағы мемлекет басшылары жауап беріп жатыр. Мен өзім пікірімше мынандай деп ойлаймын. Енді қазір бұндай құрымдар бар. 30 шақты құрым бар осы жер жүзінде. Нафтадан бастап, жаңағы не жақ болсын, азиатский, африканский, жаңағы арабский, біз жақта да, Европада болсын, біз жақта болсын, ондай құрымдар бар. Ал енді қазір мына қарағанда бір мемлекет жоқ, ондай құрымдарға кірмегендер. Бәрі кіреді. Неге десең, біз айтамыз ғой, век глобализация деп. Сондықтан век глобализация болғаннан кейін жаңағы интеграционный процесстер болуға тиісті. Онсыз болмайды. Торговля, допустим, жаңағыда, саясат болсын, одан басқа нәрсе жаңғыз өзін түк істей алмайсың. Неге десең, бәрдері былай бір-біріне жабысып қалған, бір-біріне сондай связка. Сондықтан
интеграциясыз қазір болашақ жоқ. Интеграция керек. Сондықтан мен өзімде бірінші күннен бастап сол жаңағы интеграция жаңағы процеске қосыламыз деп мен де жаңағы президентке елбасына көмектескен бірінші мен болатын сол уақытта сыртқы істер министрі болғанда как раз сол за интеграцияда біз күні-түні жұмыс істегенбіз. Неге сен интеграция ол керек нәрсе қазіргі жағдайда. Интеграциясыз инвестиция болмайды. Интеграциясыз жаңағы, допустим, государственный закупкалар болсын қазіргі бізде жоқ. Болмайды, бізде жоқ до настоящего времени. Енді болуға тиісті. Таможенный союз дейміз, так сказать. Передвижение капитала жаңағы. Содан кейін мынандай көп отраслар бар, бізде жоқ. Допустим, автомобилестроение, допустим, там, приборостроение, допустим, радиостроение, допустим, ондай отраслар бізде жоқ. Осы мынау интеграциямен енді басталайын деп жатыр. Бізде, осы Қазақстанда база жоқ ондай, өзімізде. Сондықтан мынау интеграционный процесте жаңағы евразийский жаңағы құрымда Ресейден аламыз, нанотехнологияны, допустим. В общем, мощный жаңағы Беларусьда ондай нәрселер бар. Содан кейін жаңағы қазір міне біздің президент Қытайда жүр. Ресми сапармен 8 миллиард долларға контракттарға қол қойылды. Оның ішінде нанотехнологиялар бар. Жаңағы жаңа жолдар бар. Оның бәрі жаңағы для поднятия экономики дейміз ғой, интеграционный процесс. Содан кейін бізге пайдалы мына новый рынок, обширный рынок. Қазір енді біздің бизнесмендер Ресейге барады, жаңағы Беларусьқа барады, өзінің товарымен сатып алып жүре береді. Предприятие, если хочет совместно, пожалуйста, сол жерде құр. Банковские какие-то операции жасағысы келсе, пожалуйста, сол жерден, так сказать, құрым түсіп, жаңағы банкымен взаимодействие жасауға болады. Содан кейін, но виза деген жоқ. Мынандай, допустим, таможенный пошлин деген жоқ. Неше түрлі таможенный пошлин дейміз, ондайдар жоқ. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл жаңағы экономический құрым бізге пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Жақсы пайдасы тиюге соған біз жаңағы иншалла сенеміз. Неге сен онсыз болмайды. Бұрынғы совет өкіметі болмайды. Онда саясат болатын. Онда экономикалық жаңағы қарым-қатынас ерекше. Неге десеңіз, біздің тәуелсіздігімізді біз ешкімге бермейміз. Ол аксиома деп біздің президент елбасы айтып кетті. Оны біз білеміз. Сондықтан мына жерде бәріміз, үш мемлекет, бәріміз біргелкіміз. Бір-бірімізге жаңағы уступка жасамаймыз. Бір жаңағы мәселелер болса, оны үш мемлекет қосылып, жаңағы ақылдасып, жаңағы шешім қабылдау керек деп ойлаймыз. Содан кейін бізде мына әр мемлекетте өзін мына мемлекеттің ішінде ограничениялар болады в области экономики. Одар бәрі құрылу нету керек.
должны исчезнуть как таковые ограничения между тремя государствами в области экономики. Содан кейін экспортный потенциал бізде көбейеді. Неге десеңіз, допустим, оформление документов на экспортные товары, допустим, они одинаковые будут. Что в России, что в Беларуси, что в Казахстане. Поэтому большинство товаров, можем, так сказать, благодаря этим, так сказать, вот подобной документации продавать и в Беларуси, и так сказать, на территории России. Одан обратно біздің жақта келіп, на территории Казахстана могут продавать. То есть препятствия, ограничения ондай болмайды. Бірақ та надо иметь в виду, дело в том, что ұмытпау керек, повышение производительности труда, повышение качества продукции дейміз ғой. Сонда жаңағы біздің товарларымыз качествосы жоғары болу керек. Біздің жаңағы кәсіпкерлер жақсы жұмыс істеу керек. С передовым европейским креативным мышлением болуға тиісті. Сонда біз ойлаймыз, равный среди равных боламыз. Енді біз үлкен мемлекет емеспіз, средний мемлекетпіз, допустим, 17 миллионов. Беларусь 10 миллион, допустим, Россия 140 миллионов. Но бірақ та өзіміздің весовая, допустим, категория, өзіміздің жаңағы орнымыз бөлек болады. Бірақ та пайда одан көп болу керек. Неге десем, біздің отрасларымыз, отрасли промышленности, допустим, сельское хозяйство болсын, допустим, производство техники, допустим, сельскохозяйственной техники болсын, строительной техники, допустим, строительство комбайнов, допустим, машин, там, она. У нас еще, так сказать, только начало. А Россия — это мощная страна, это великая держава. И сондықтан роль ее очень большая в России. У нее ВВП на душу населения на одного человека приходится 23 тысячи долларов на душу населения. У нас, например, где-то 12,5. То есть в 2 раза выше. Вот, поэтому это страны где-то, в России где-то на уровне Франции по развитию своей технологий, своей промышленности и так далее. Поэтому здесь я в Европе очень много проработал, знаю любую страну. И очень хорошо знаю Европу. И могу сравнить показатели промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом. Поэтому возможности у России огромные. Тем более сейчас, допустим, с учетом санкций, которые предъявляются России за счет Крыма, там, Украины, так сказать, они временный характер имеют. Бүгін болады, ертең болмайды. Вот Медведев сказал, сейчас, может, в печати, Медведев сказал, премьер-министр, что с уходом Обамы уйдут и санкции, забудут о санкциях в таком плане. Потому что санкции, они и на Европу действуют, на Россию действуют, на Соединенные Штаты действуют. Там никогда от санкций никто не умирал. Но это хороший толчок для развития собственной экономики. Та же самая Исламская республика Иран, где я работал в свое время, не раз они говорили о объявленной санкции Соединенным Штатам Америки и Европой, так, Европейским Союзом, нам на руку. Зато мы свою промышленность, местную промышленность, допустим, сельское хозяйство и так далее, другие отрасли, дали толчок для развития, для всей деятельности. Шынымен. Спасибо, рахмет, что нас держали, так сказать, наши счета и в экономической блокаде все. Ну, они разблокировали потом. 21 миллиард долларов разблокировали, продолжают разблокировать. Те же самые
страны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Время подошло, и здесь тоже время подойдет. Сейчас посмотрите, значит, Соединенные Штаты, Россия не сидит просто так сложа руки. Она работает, чтобы меньше было ущерба от этих санкций. Она поворачивает сейчас на Азию. Сейчас будет огромный мощный контракт с Китаем по транспортировке газа, по строительству самых крупных самолетов в мире и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо еще, так сказать, подумать. Потому я считаю, что 29 мая, иншаллах, этот договор будет подписан между тремя государствами. Договор о создании Евразийского экономического союза. Это большое событие. Тем более центр Евразийского союза будет в Казахстане. Это тоже плюс. Готовится здание, готовится, так сказать, аппарат и так далее, и так далее. И я думаю, что это будет мощный союз. Некий союз, смотрите, где-то 180 миллионов человек объединять будет. 145 Россия, 17 миллионов мы, Беларусь 10 миллионов, где-то около 170. Огромный рынок, огромная территория. Мы почти 3 миллиона квадратных километров. Россия самая большая по территории страна, Поэтому рынок огромный. И товарооборот будет большой между нашими странами. И я думаю, что Казахстан в этом интеграционном процессе отылмайт. Он выиграет. И главный показатель – это качество жизни, уровень жизни людей. Это главное мерило. Какие бы инвестиции не были, какие бы эти не были, главное – это народ, экономика. Это качество жизни. Чем лучше будем жить, тем, так сказать, счастливый будет народ. Дева Лемес, дай Бог. Я думаю, что много людей, которые говорят, что это, мол, воссоздание бывшего союза там, и так далее, и так далее. Там. Мы, мол, можем потерять политический суверенитет и так далее. Все это, я думаю, что это мифы. Руководитель нашего государства, наш президент, правительство, они тоже смотрят. Они не спят, они анализируют, смотрят. Народ, и, кстати, уже проект договора, который будет подписан 29, уже опубликован в печати. Можете с ним, так сказать, познакомиться. Он в общих, конечно, чертах, но канва там есть. На основании его будут разрабатываться другие соглашения, подписываться будут там и так далее, и так далее. Но это самое главное, основополагающий документ о создании этого союза. Сонтамин ойлаймын, пайдасы бізге бар. Иншалла, Қазақстан осы евразийский жаңағы құрымда жақсы орын алып, Қазақстанымызды жайнатып, халықтың жағдайын көтеріп, жаңағы мына жер жүзінде өзіміздің жаңағы саясатымызды көрсетіп, авторитетімізді, имиджімізді көтерсе, жақсы болмайды. Одан біз ұтамыз.
деп өзінің сауалына осындай жауап беріп отыр. Сұхбаттасқаныңызға рахмет. Деніңізге саулық тілейміз. Рахмет.